Тондар, Hyundai Tucson. 2018 2 объем турбодизель, полноценный автомат коробка. Бұл жерде ешқандай вариатор, робот емес. Свет мокрый асфальт. Мен баяғы видеоларда көп айтамын ғой. Таза мужской светта тондар. 2-литровый турбодизель. Жалпыңыздарға Бишкек шаарынан дағы бір рет салмайтамыз. Бізде кейінгі ұнауыз бұйырса Hyundai Tucson шығарылған жылы 2018 2 объем турбодизель тондар. Сырты бойынша кеттік. Бамперлерінде бір дағы сарапина жоқ, решетка радиатор таза. Так, сол жақ крылосы таза. Оң жақ водительский ешік таза, артқы ешік таза, артқы крыло таза. Артында бампері дағы таза, крышка багажник таза, 2-литровый турбодизель. Так, и оң жақ қапталы бойынша көрдіңіздер. Полный, идеальный таза. Bir дағы точка сарапина көрбей атам. Протектордың ақуалы где-то бір 80-90% бар туғандар. Сырты бойынша көрдіңіздер. Учурда машина жуылған емес, даярдалған емес, мындай қандай келген болса ошол бойынша эле чыгарып отабыз. Так, ешіктің обшивкалары дағы идеальный таза. Так, ачып коет окшой ма? Опа. Так, азыр ичин дагы көргөзөбүз. Артқы обшивкасы дағы полностью таза. Так, сиденьялар ешқандай тытылған, жарақа кеткен жерлері жоқ. Сиденьясы жатат. Так, половой таза. Арт жақ ойынша. Так, полный заводской штамптары. Крышка багажниктің болттары бұралған емес, таза. И оң жақ крылосы дағы полный заводской штамптар орнында. Так, артқы полкалары. Артыны бір қатар химчистка қылып қойыш керек туғандар. Көріп отырсыздар. Эми бұл Кореяда өзіңіздер білесіздер. Кореецтер дыйқан да мындай машинеге келгенде. Так, ешіктің обшивкалары да таза. Пол жақтары таза, сиденьяның арт жақтары таза, теги да таза. Сиденьясы таза. Так, бұл жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрокүзгү, домкратный сиденья, антизанос бар. Бисмиллахиррахманиррахим, машинаны оталдырып көрөбүз. Бұл жерінде магнитофон, печка, кондиционер, бұл жағында драйв мод бар, экономайзер бар и горный тормозы бар. USB зарядка, подстаканник, полоборотты оталады. Пробеги 150 000 оригинал пробег. Любой жақтан текшертсеңіздер болады. Біз өзіміз дағы текшеріп көрдік. Панель жағында ешқандай сарапина жоқ. Салонға болғаны бір жақсы химчистка керек екен. Машина свежий келіп тұр. Машина свежий келген. Так. Мотор жағына келе тұрған болсақ, крылоның болттары бұралған емес, капоттың крышкасы да бұралған емес. Карфаксы идеальный таза екен. Мынакей, сол жақ крылосы да бұралған емес, капоттың крышкасы да бұралған емес. Мотор жағы бойынша бір қатар жуып тазалап аласыздар. Бар жағы четкий оталып тұрады. В общем, без вложения. Алып эле сразу айдайсыздар. 4 дөңгөлөк коесуздар кышкыга. Растаможка болгон, оформление болгон. Басы бойынша айта турган болсок, $15,200 коюлду. Базарда, интернетте азыр bir катар карадык. 15,500, 16,000, 16,500, 17,000ге чейин экен ушундай Hyundai Tucson. Именно мынау 2-литровый турбодизелдер тугандар. Буга 1.6, 1.7-ни салыштырбаңыздар. 1.6, 1.7-лер билесиздер, робот коробка болот. Роботизированный коробка передач деп коёт. Түшүндүрө алдым окшойт, а? Бул жерде полноценный автомат коробка тугандар. Бул жака телефон номерди коюп коебуз, эсиме чалып байланышып көрүңүздөр. Сонун экен, Carfax таза, без вложения, мындай айтканда села поехала экен. Бишкек шаары кызмат болсо, реклама жарнама боюнча сиздердин унааңыздарды эл менен бөлүшкөнгө даярбыз тугандар.